Бұл үйге қарап, қарапайым саябаққа келуші оны басқа үйлерден ажыратуы екіталай. Бұл тек жапондық стандарттар бойынша қарапайым үй. Егер сіздер оның қорқынышты тарихын білмесеңіз, бұл үйде ештеңе жоқ сияқты. Алайда, мұнда жазда көгалдар кесілмейді, күзде ешкім жапырақтарды сыпырмайды, және кешке үйде жарық қосылмайды. Бұл жер 19 жыл бұрынғы уақытпен қалып кеткен. Микио мен Ясука Миясава 1990 жылы бұл үйге көшіп келді. Бұл кезде көршілес үйлер көп болды. Сетагаяның адам көп орналасқан округы мұнда тұруға жақсы деп саналды. Соның ішінде мұнда балаларды тәрбиелеу үшін де. Мұнда серуендеу жолдары, ойын алаңы, велосипед жолдары, спорттық машиналар, теңіз корттары бар Сашигая саябағы орналасқан. Түстен кейін саябақта қарбалас болады. Мектеп оқушылары мұнда өздерінің спорттық командаларымен келеді. Кеңсе қызметкерлері де түскі үзілістерінде осы саябаққа келетін. Мұнда скейт-парк бар. Бастапқыда ол кішірек болды, бірақ 2000 жылы конький паркі кеңейе бастады. Жалпы, саябақ арқылы көптеген адамдар жүре бастады. Көптеген тұрғындар көшіп кетуге шешім қабылдады. Миядзава отбасы да 2001 жылы наурызда кетуді жоспарлады, бірақ үлгермеді. Жаңа жыл қарсаңында 30 желтоқсанда кешке біреу Миядзава отбасын өз үйінде өлтіріп кетті. Сәлем достар, сіздерді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Қазақ тілді арнаға қолдау білдіріп, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Әкесі Микио Миядзава 44 жаста. Ол Интербрендте жұмыс істеді. Бұл Лондонда бас кеңсесі бар компания болатын. Компанияның 20-дан астам елде кеңселері болды. Микионың не істегені туралы нақты ақпараттар жоқ. Бірақ Интербренд, Nissan сияқты ірі брендтер үшін жарнамалық науқандар жасайтын. Әріптестері Микио туралы оның ақылды, тіпті данышпан қызметкер болғандығын, ол бәрімен жақсы қарым-қатынаста болғандығын айтты. Оның жауларының болуы екіталай екендігін айтты. Анасы Ясука Миядзава 41 жаста болды. Мейірімді, жанашыр мұғалім, балалармен көп уақыт өткізді. Қызы Нина 8 жаста, ал ұлы Рей небәрі 6 жаста еді. Үйдің өзі туралы айтатын болсақ, бұл өте ерекше болған атап өткен жөн. Сыртқы жағынан бұл үлкен үй сияқты көрінді, бірақ мұнда 2 отбасы тұрды. Ішінде үй 2-ге бөлінді. Бір бөлігінде өлтірілген Ясука Миядзава күйеуімен және балаларымен, екінші бөлігінде Ясуканың анасы және әпкесі күйеуімен бірге тұрды. Бір ғимаратта 7 адам тұрды. Алайда, екінші жартысына жету үшін сыртқа шығып, бөлек кіреберісті пайдалану керек болды. Осы 2 отбасын есептемегенде, тағы 2-і сол көше бойында тұрды. Жалпы сол кезде бұл аймақ қаңырап бос қалды. Негізгі адамдар көп жүрген жер Миядзава отбасының үйінің артында орналасқан скейт-паркте болды. Оны үйден тек қоршау ғана бөліп тұрды. 31 желтоқсан күні таңертең Ясуканың анасы Цэцука Миядзава жаңа жылдық кештің жоспарларын талқылау үшін қызына қоңырау шалуға тырысты. Алайда қоңырау шалу мүмкін болмады. Белгілі болғандай, телефон сымы кесілген екен. Ясуканың анасы үйден шығып, көрші есікке бет алды. Ол есіктеріне қоңырау шалды, бірақ үй тыныш болды, ешкім ашпады. Солай анасы өзінің кілтін пайдаланып ашуға мәжбүр болды. Алғашқы секундтардан бастап анасы оларға бірдеңе болғанын түсінді. Және бірінші болып екінші қабатқа апаратын баспалдақтың түбінен Микионың денесін тапты.
Микио көптеген пышақ жарақаттарынан қайтыс болды. Баспалдақпен көтеріліп, әйел қызы мен немересінің денелерін тапты. Олар да пышақталған екен. Бірақ жаралардың саны Микионың жараларынан едәуір асып түсті. Әйел денеге қол тигізгенде олар суық және жансыз болды. Жатын бөлмесінде әжесі Рейдің денесін тапты. Бала төсегінде тұншықтырылған екен. Есеңгіреген әйел полицияға қоңырау шалды. Полиция істі тергеуге кірісті. Полиция оқиғалардың суретін қалпына келтіре бастады. Көрші үйде болған анасы Ясука, оның әпкесі мен күйеуі тек соққының дыбысын еске түсіре алды. Полиция Микио қылмыскермен төбелеске түсті деп болжады. Ал оның денесі баспалдақтан құлағандағы дыбысты туыстары естіген болуы мүмкін. 2013 жылы тергеушілер 3D принтерін пайдаланып, қылмыстың қалай жасанғанын түсіну үшін үйдің 1/28 масштабтағы көшірмесін жасады. Үй 3 қабаттан тұрды. Мұнда қан іздері бар 2 пышақ үйді тексерудің алғашқы минуттарында табылды. Бұлардан басқа да көптеген дәлелдер болды. Сонымен қатар белгісіз қан үлгілері бар сүлгілер мен әйел гигиенасы заттары табылды. 2-ші қабаттағы дәретханада жуылмаған нәжіс болды. Сараптама кейінірек күнжіт, шпинат және жасыл бұршақтың қалдықтарын анықтады. Бүкіл үйде спорттық аяқ киімнен қалған іздер болды. Полицияның анықтауы бойынша бұл бренд барлық жерде сатылды, бірақ көлемі Жапония адамдарының аяғының көлеміне тән емес еді. Бұл көлемдегі кроссовкалар Кореяда сатылатыны анықталды. Полиция көптеген дәлелдерге таң қалды. Қылмыскер үйде көптеген заттарды әкеліп, сол жерде қалдырды. Мәселен, үйдің ішінен сұр панама, Юниклоның курткасы, қара қолғаптар, белгісіз түсті шарф, қара орамал табылды. Негізгі назар аударарлық дәлел қан іздері бар жемпір болды. Табылған өлшемдегі киімдер отбасы мүшелерінің ешқайсысына тиесі болмады және олардың киім үлгісіне сәйкес келмеді. Кейінірек қылмыскердің үйден бірден кетпеген анықталды. Ол тағы бірнеше сағат бойы іште болған. Ол диванда ұйықтап, тоңазытқыштан алынған балмұздақты жеген. Кісі өлтіруші түнеген диванның жанындағы үстелден бір жерде жиналған отбасылық құжаттар табылды. Қылмыскер банк карталарын пайдалану үшін туған күндерін білу арқылы пин-кодын алуға тырысқан болуы мүмкін. Кісі өлтіруші 150.000 иенмен футболканы алған. Полиция қолма-қол ақша таппады. Микионың кабинетінде кісі өлтіруші компьютерді пайдаланып, құжаттарды ақтарған. Бірнеше әмияннан ақша алып, банк карталарына тиіспеген. Канге паркының шуы отбасына кедергі келтірді деген пікір бар. Кісі өлтіру аптасында куәгерлер Микионың шу шығарған жасөспірімдермен ұрсып тұрғанын көрген екен. Тағы бір куәгерлер Микионың Босоцуко тобының өкілдерімен жанжалдасып жатқанын көрген екен. Босоцуко бұл 1970 жылы пайда болған жартылай қылмыстық байкерлер тобы. Олар қасақана көп шу шығаруға тырысқан, өтіп бара жатқан адамдарды қорқытып, төбелес, қақтығыстар шығарған. Полиция анықтай келе, 27 желтоқсан күні шамамен 40 жастағы ер адам үйдің жанында серуендеп жүргенін анықтады. 29 желтоқсанда куәгерлер суретте көрсетілген киім киген және кішкентай рюкзак киген жас жігітті көрген. 30 желтоқсанда субъектінің сипаттамасына сәйкес келетін 30-40 жастағы ер адамды Миядзаваның үй жағынан көрген. Сонымен қатар кейбір куәгерлер 30 желтоқсан күні сағат 23:35 шамасында үйдің жанындағы жолмен
асығыс жүріп бара жатқан ер адамды байқаған. Үй мен оның айналасы қазір осылай қаңырап тұр. Аумақты полиция күзетеді. Үйге жақындау үшін полицияға құжаттарды ұсыну қажет. Қазір Миядзава отбасын өлтіру ісін тергеуге 40 адам бөлінген. Кісі өлтірудің әр жылында полиция үйге келеді. Отбасыға тақсым етіп, құрмет көрсетеді. Бір өкініштісі, қаншама айғақтар болғанымен, қылмыскердің әлі күнге дейін ұсталмағаны. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Комментарийда өз ойларыңызды бөлісе кетіңіздер. Келесі кездескенше.